Бестерек жобасы аясында қашықтықтан оқыту барысында психологиялық қызметтің жүргізілуі. Әлемде таралған індет қазақстандық білім беру жүйесіне өзгерістер енгізілді. Елімізде енгізілген төтенше жағдайға байланысты барлық білім беру мекемелері қашықтықтан оқыту жүйесіне көшіп отыр. Ал үйде болудың басты идеясы жаза емес, жаңа дағдыларды игеру, білім алу үшін және жаңа қызықты істермен айналысудың көзі болып табылады. Карантин кезінде өміріңізді ақпараттан бастауға керемет мүмкіндік кезеңі туды. Алға ұмтылыңыз, білім алыңыз. Қандай жағдай болса да, ең бастысы өзіңізге сеніңіз. Қашықтықтан білім алу заман талабы. Жан дүниеңізді байытуға, қашықтықтан біліміңізді жетілдіруге, дамытуға, көбірек отбасыңызға көңіл бөлуге, өткен шақта уақыт тапшылығынан іске асыра алмаған істеріңізді, арман тілектеріңізді жүзеге асыруға керемет мүмкіндік туды. Осы мүмкіндіктер кезеңінен Төле Би ауданы педагог-психологтары да қалыс қалмады. 2019-2020 оқу жылының жаңалығы Бестерек жобасы болады. Түркістан облысы Адами әлеуетті дамыту басқармасының қолдауымен, Рефрейм тұлғалық дамыту орталығының ұйымдастыруымен және Төле Би аудандық білім бөлімінің қаржылай демеушілігінің арқасында 55 мектептің 80 педагог-психологы өз білімдерін жетілдірді. Бұл жоба Бестерек ғылыми-практикалық жұмысының аясында білім беру ұйымдарының педагог-психологтарына бағытталған. Жобаның мақсаты жастар мен жасөспірімдер арасындағы аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын алу болып табылады. Осы мақсатта ауданымыздың мектеп педагог-психологтары бірқатар жұмыстар атқарып келеді. Бестерек жобасын жүзеге асыру кезеңдері екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде кабинеттік талдау мен далалық зерттеу жұмыстарын жүргізген педагог-психологтар, екінші кезеңде қызыл, сары, жасыл деңгейлері бойынша қауіпті деп табылған топтармен жүргізілетін психокоррекциялық, психопрофилактикалық және психологиялық ағарту жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ Бестерек ғылыми-практикалық жобасын жүзеге асыру бағыттарындағы үшінші тармағындағы тәуекел топтарымен жұмыс тәсілдері бойынша ақпан айының 21-ші жұлдызында зорлық-зомбылық түрлері және оның алдын алу бойынша психологиялық жұмыстар тақырыбында облыстық әдістемелік семинар өткізілді. Облыстық семинар мақсаты педагог-психологтар арасында практикалық тұрғыда өзара тәжірибе алмасу. Аутодеструктивті мінез-құлықты оқушылардың тәуекел топтарын анықтау алгоритмі бойынша мектептің педагог-психологы, әлеуметтік педагог, мектеп инспекторы, сынып жетекшілер, медбике бірлескен жоспар құрылып, Бестерек жобасының кабинеттік талдау кезеңі жүргізілді. Мектеп әкімшілігінің тікелей ұйымдастыруымен жұмыстар жүргізілуде, ал осы жобаның мектепте жүзеге асуына бұйрық бойынша директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары жауапты. 2019-2020 оқу жылының ақпан, наурыз айларында Бестерек жобасының аясында жалпы педагог-психологтар кабинеттік талдау жұмыстарын бастады. Тәуекел топқа енген оқушылар анықталып, олармен түзету дамыту жұмыстары жүргізілді. Қашықтықтан оқыту барысында Бестерек жобасы тоқтап қалмайды, өйткені бұл жобаның басты міндеті әр баламен жеке индивидуалды түрде жұмыс жүргізе отырып, аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын алу, болдырмау. Сол үшін педагог-психологтар цифрлы жүйеге бейімделіп, соңғы технологиялық платформалар мен әлеуметтік желілерді тиімді пайдалану жоспарлануда. Кабинеттік талдау бойынша диагностикалық жұмыстарды жүргізу мақсатында Google Forms сайтына алдын ала барлық тесттер мен сауалнамалар салынып, арнайы сілтеме арқылы оқушыларға жіберіледі. Сілтеме арқылы өткен оқушы сондағы берілген сұрақтар мен тесттерге танысып, жауап жазып жібереді. Ал диагностиканың қорытындысын шығару мақсатында педагог-психолог өз сайтына кіріп, жауаптар бөлімінен барлық жауаптарды өзіне Excel форматта көшіріп шығарып алады.
Сондай-ақ түзету дамыту жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында YouTube желісінде Төле би ауданы психологтары арнасы ашылып, аудан педагог-психологтары жасаған видеороликтер салынуда. Мұнда психопрофилактикалық, психокоррекциялық, ағартушылық бағыттағы видеолар алдын ала жазылып, салынып қойылды. Психопрофилактикалық, ағартушылық, сондай-ақ диагностикалық жұмыс барысында түзету дамытуды қажетті тапқан оқушылармен тікелей байланысу мақсатында WhatsApp әлеуметтік желісі пайдалану жоспарлануда. Қашықтықтан оқыту барысында Төле би ауданы педагог-психологтары бестерек жобасын жандандыру мақсатында жақсы нәтиже көрсетуге, әр баланы жеке тұлға ретінде таныта білуге, аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын алуға барын салады. Біз біргеміз. Төле би ауданы педагог-психологтары әрдайым қолдау білдіруге дайын. Жаңа оқу жылына сәттілік тілеймін. Назар аударғандарыңызға көп-көп рахмет.